Ассаламу алейкум, құрметті достар. Сіздермен бірге ауыл әлемі арнасы. Мынау көріп тұрғандарыңыз қазақтың әулиекөл тұқымы. Осы әулиекөл тұқымына келетін болсақ, бұл үш тұқымнан шыққан әулиекөл тұқымы. Олар қазақтың ақбас тұқымының қаны бар, шароле дегендігі бар. Сосын Абердин ангус дейді осы. Негізі шароледен ақтығы шароледен беріліп тұр екен, әлеуметтік желіден қараған кезде. Қысқа төзімділігі ақбастан беріліп тұр. Ірілігі Абердин ангустан беріліп тұр деген сияқты әртүрлі қандардан бар, әртүрлі тұқымның қандары бар. Енді осы әулиекөл тұқымына келетін болсақ, сырт келбеті өте келісті келген тұқым. Маған ұнайды өзіме. Сырт келбеті, тауарлық түрі де ұнайды. Енді кейбірі осы әулиекөлді кейбір адамдар айтып жатады, әулиекөл осындай кемшіліктері бар деп. Негізі айту дұрыс емес деп ойлаймын, өзімнің жеке пікірім. Себебі әулиекөл ұстап отырған адамның бизнесіне, тағы да бір басқа нәрселерге де кесірін тигізеді деген ойдамын. Және де мысалға ақбас тұқымын ұстайтындар бар. Ақбас тұқымын ұстайтындарға мысалға ақбасты жамандауға болмайды деген сияқты. Енді бұл мен жеке пікірім, әркім өзінде еркінде. Оған жаңағыдай ешкімнің хақы жоқ жамандауға, мынаны ұста, ананы ұстама деген сияқты. Әркімнің өзінің қалғамы бар деген сияқты. Талғамға талас жоқ. Мысалға сүтті бақыт маған ұнайды. Мысалы сүтті бақыт. Біреулер мысалға айту дұрыс емес қой, сүтті бақытта ұстамау керек. Одан неге етті бақытта ұстамайсың деп. Сол сияқты әулиекөлді ұстама, ақбас ұстама, әулиекөл ұста деген нәрселер менің ойымша бұл қате. Әркім өзінің жақсы көрген, қалаған нәрсесін ұстайды. Солай айтайын деген. Мынау міне 2 жасар бұқа сияқты, қателеспесем, өте келісті. Алла тағала береке берсін иесіне. Әне, аңырап тұр. Біздің бір сиыр күйлеп келген екен, соған келіп тұр. Енді өзім жеке менің пікіріме, осы әулиекөлде жақсы тауарлық түрі барлығы керемет. Мынау енді таза емес деп ойлаймын. Былай смесь деп, аралас деген сияқты ғой. Бірақ оның өзі де өте керемет. Қаласаңыздар. Ұстауға болатын тұқым негізі. Егер біреулер ойлап жүрсе, мысалы әулиекөл жақсы ма, ақбас жақсы ма, екеуі де жақсы. Қайсысы сізге жаныңызға жақын, ұстай беріңіз. Менің жеке пікірім. Солай, құрметті достар. Ал мынау біздің үйдің гибриді. Білмеймін, бұл ненің ғаны бар екен әйтеуір. Аллаға шүкір, енді бұндай тайөгіз жаңағыдай кастрация жасадық. Алла қаласа жүре тұрады. Енді кіші қолдау, кенжелеу туылғандар ғой енді мынау. Солай, құрметті достар, сіздермен бірге ауыл әлемі арнасы. Комментарийға міндетті түрде жазыңыздар, ойларыңызды, пікірлеріңізді мен міндетті түрде жауап беремін.